Сәлем барлығына. Бүгін Корей тіліндегі екінші сабағымыз. Бүгін біз Корей әріптерінің дұрыс оқылу ассимиляцияны өте қарастырайық. Егерде к мен н бірге тұрса, ол кезде нын деп оқылады. Мысалдарды қарастырайық. Егерде жазылуда как-нын деп жазылса, ал оқылуда канның деп оқылады. Ал акнё деп жазылса, аннё деп оқылады. Алайда к одан кейін р тұрса, ол кезде н болып оқылады. Бакрек, банек. Макропхаго, манонхаго. На мен р қосылып тұрса, ол кезде екі лға айналды. Л. Ханра деп жазылып, халла деп оқылады. Күнлин ханын деп жазылады, күллин ханын деп оқылады. Б мен р егер бірге қосылып оқылатын болса, мын деп оқылады. Набрян тікчип, намнян тікчип. Хабри жоккеро, хамни жоккеро. Б мен м қосылған кезде деп оқылады. Дапман, дамман. Капманне, камманне. Б мен н қосылған кезде мын деп оқылады. Пупнида, пумнида. Тапнео, тамнео. Т мен м қосылғанда мын болып оқылады. Ратми, ранми. Сатмык, санмык. Т қосуына нын. Дитнің, диннің. Дитне, динне. Ын қосылғандары нын. Ванре, ванне. Чунряк, чунняк. Р менен н қосылып оқылған кезде л болып оқылады. Мальнён, мальнён. Мальнуа, мальнуа. К менен м қосылып оқылған кезде ным деп оқылады. Макмаль, манмаль. Какмакке, канмакке. Т қосылған л нын болып оқылады. Читри, чинри. Стрим, сыннин. М қосу р мын болып оқылады. Бамри, банни. Хамрян, хамнян. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Біздің ВКонтактедегі группамыз, Инстаграмдағы блогымыз және де Яндекс.дегі блогтарымызға тіркелуіңіз мүмкін. Үлкен рахмет көңіліңізге.